Наруто дегеннен де. Кәне, Азиз балам, жүрші мен саған бір ұлттық ойыны үйретейін. Мынау не балам? Әке, бұл асық қой, асық қоймамның асық ізлігінен алынады. Оны қайдан білесің? Әке, біздің апота бөпек жайында жіктеп тоғып қойып үйретеді. Бұл асықпен қазақтың елден келе жатқан Қанталапай ойыны ойнады да білемін. Ой, бәрекелді. Ертең Наурыз мерекесі болады. Наурыз мерекесіне достарыңызды ерте кел түгел. Үстеріне ұлттық киім киіп келсін. Сол мерекеде Қанталапай ойынын ойнайсыңдар. Мен соған төрелік етемін. Жарайды әкешім, қазір айтамын. Әке, мен достарымды ертіп келдім. Ой, бәрекелді жарайсыңдар. Ал балам, мынау асық. Ортаға алаңға ойнаңдар, мен қарап төреші болып отырам. Әке, рахмет. Қанталапай ойыны асықпен ойналатын қазақтың ұлттық ойыны. Бұл ойынның ерекшелігі асықтар арасында бір қызыл асық болады. Бұл асық хан асығы деп аталады. Талапай табылды ойын алақай деп мына қоштағы асықтарды сендердің алдарыңа шашамын. Ал сендер Талапай деп таласып бөліп аласыңдар. Жинаған асықтарды санап ортаға 5-5-тен тігесіңдер. Қанасы кімнің қолына түссе, сол ойынды önce бастайды. Ортада тұрған асықтарды атады. Тегіс жағдайда жетекші тапсырма береді. Тапсырмаға дұрыс жауап бере алса, ойынды арыға жалғастырып береді. Ал тапсырманы орындай алмаса, келесі балаға береді. Ендеше достар, ойынды бастайық. Талапай табылды ойын алақай. Асық. Бүгінгі Қанталапай ойынның жеңімпазы Азиз баламыз болды. Ол 12 асықпен жеңіске жетті. Бүгінгі Қанталапай ойыны сендерге ұнады ма? Жақсы. Ендігі кезекте біз тағы да бір ұлттық ойынымыз арқан тартуға өтеміз. Сайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне